Қайырлы күн баршаларыңызға, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі 16 желтоқсан мерекеміз, тәуелсіздік алған күніміз, тәуелсіздігіміз құтты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбітшілік заман болсын. Бүгін енді мерекеге байланысты бір жақсы бір тәтті жегім келді, соны сіздермен бөлісейін деп отырмын. Ол пісіретін тортымыз құмырсқаның илеуі деп аталады. Алдымен сіздерге таныстыра өтейін. Ортаға қойып мені. Бізге ең қажетті жерде тұрған ұнымды ойып қойдым, разрыхли майым бар. Осылардың барлығы бізге қажетті заттар. Ең қажетті заттар бізге осы сгущенка, одан кейін барып, осындай майымыз керек болады. Негізі мен закрома майын қолданамын. Бұл таза, халал. Мені көрініп тұр, өзі 82% екенім. Осы таза халал болған екен, осы закрома майын қолданып көрсетемін. Содан кейін барып жұмыртқамыз бар, грецкий орегіміз бар, бәрі дайын. Енді қазір осыны біртіндеп қосып, илеп көрсететін боламын. Әуелі бізге керегі ұнымыз. Мен мына жерде ұнды 300 грамм қылып таразға өлшеп алдым, бірақ нақты айта алмаймын қаншаға кететіні. Егер көптеу болып кетіп жатса, үстіне қосып көрсететін боламын. Ал бисмиллахиррахманиррахим. Міне 300 грамм ұнымыз. Міне енді бізге кішкене қант керек болады. Қантты көп қоспаймыз. Осы бір шай қасықты қосатын боламыз. Содан кейін барып разрыхлителімізді қосамыз. Негізі разрыхлителді осылай көп қылып алып қоям. Енді бұдан да бір шай қасық қосатын боламыз. Өткен білінбей кетеді. Май қосқаннан кейін білінбей кетеді. Осы бір шай қасық разрыхлитель. Мұны қостық. Енді қолмен кішкене былай араластырып аламыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп қолмен жақсылап араластырып. Жаңағы разрыхлителіміз бар, сосын қантымыз бар, бәрі осы ұнмен араластырдық. Енді қазір ванилин қосатын боламыз. Мына ванилин дайындап қойдым. Осын қосамыз. Иісі күшті осы ванилин. Так, осылай тағы да бір араластырып жібереміз. Оның бәрі бір-біріне массасы араласын деп. Енді закрома майын қосатын боламыз. Осының барлығын қосамыз. Ешқандай көп емес. Егер қазір оны аздау болатын болса, қамырымыз негізі қатты болу керек. Құмырсқаның илеуі деген деп айтып тұрмын ғой. Сол үшін теркіден өткізетін болғаннан кейін қамырымыз қатты болу керек. Сол үшін қазір осы маймен ұнды әбден былғап аламыз ғой. Содан кейін ванилин иісі кәдімгідей мұрынды жар жеді. Осы араластырып әбден. Енді осыған қазір бір жұмыртқамызды қосамыз. Міне жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқа өзі үй температурасында болу керек. Одан кейін категория 1. Енді осыны жақсылап тұрып, қамыр елейміз. Бар күшімізді саламыз. Содан кейін нанның қамырын елеп болғаннан кейін, негізі бұл өте оңай, тез жасалатын, және үйдегі бар керек заттардың бәрі бар сияқты. Сармайды үйде енді шаймен ішесіздер ғой, соған аласыздар ғой. Сонда осындай бір сармайды алып қойып, бүгінгі күндікке мереке, я болмаса жаңа жылда жасап жесеңіздер болады. Содан кейін мынаны пісіріп, біз духовкаға салып пісіріп болғаннан кейін, бұны өздеріңіздің қалауларынша жетіндей ғана алып қалып, соған сгущенканы қосасыздар да, одан кейін барып, қалғанын холодильникке салып қойсаңыздар, тұрады. Сосын кез келген уақытта тортыңызға сгущенканы қосасыздар, не қыла бересіз? Жей бересіздер. Қазір енді басы әбден осылай илеп, сосын басын біріктіреміз. Міне осылай бар күшімізді салып, қамырымызды илейміз. Содан кейін барып, бұл енді өз сондай муравейник басы бірігіп, қиында басы бірігіп, бірақ қатты болды. Енді осыны қазір біз аламыз да, әбден қамырымызды илеп, басы біріккенше илейміз.
Міне қараңыздар, иінін қандырдым, иә, осылай жаңағы не қылып қамыр жасап қойдым, иә. Енді бұлар жаңағы негізі майға иленгеннен кейін арасы үгітіліп кете береді. Сондықтан бұны жаңа осылай осы күйінше жаңа жерін былай созып, осы күйінше осылай тұрған кезде аламыз да екіге бөлетін боламыз. Сосын екіге бөліп, бұны морозильникке саламыз. Морозильникте тұру керек. Морозильникте примерно ең жоқ дегенде бір сағат тұру керек. Қату үшін. Енді әркімнің морозильнигі әртүрлі қатты жаңа суытатын болса, онда жарты сағат жеткілікті. Бізге енді қазір мынаны осыны морозильникке салып болғаннан кейін, мен жарты сағаттан кейін қарап көретін боламын. Егер қатқан болатын болса, мен теркіден өткізіп, пісіру жолдарын көрсетермін. Енді мына болды. Қазір мына екіншісінде неге саламыз? Енді жаңағы пищевой пленка жоқ екен. Сол үшін мына неге пакетке салып көрсетіп жатырмын. Енді осыны дайындап қойып, мына қазір морозильникке салып қоямын. Неміз жаңағы тоңазытқышта бұл жарты сағат тұрды. Негізі көбірек тұрса, тіптен жақсы, қатып тұрады да. Енді осыны біз теркіден өткіземіз. Теркіден өткізбей алдымен өткізбей тұрып, біз нені духовканы 180 градусқа және 180 градуспен 50 минутқа қойып қоямыз. 10 минуттың ішінде мынаны үкішіне өткіземіз, иә? Сосын өткізіп дайындаймыз да, сразу алып салып дайындай беретін боламыз. Мен қазір қосып қоям. 50 минутқа қойып қойдым. Асты үсті, міне 180 градус астын қосып 50 минутқа қойып қойдым. Енді 10 минуттың ішінде біз мына қамырды теркіден өткізетін боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим, бастаймыз. Оны еш нәрсе сеппейміз. Өзі мынау майлы. Сондықтан бірден үкіштен өткізіп кете береміз. Ал, бисмилля. Осылай шашыратып теркіден өткізсеңдер, өте жеңіл, мына неміз, қамырымыз бар ғой, тез үгітіліп осылай кете береді. Мен өзім жақсы көрем. Шаймен ішкенде өте керемет. Шаймен уже кете береді да, тоқтамай. Сондықтан жасап көріңіздер. Жасап көріп барып, содан кейін айтыңыздар, жасадық. Дәмін қалай шыққанын бәрін айтыңыздар. Мен оқитын боламын комментарийді. Міне дайындап қойдым. Міне осылай тұрғанда, енді еш нәрсесіне тиіспеймін. Шашылғандар болса, бұлай салып жібересіздер. Болды, иә. Енді қазір осыны духовкаға салам. Мен ертерек дайындап қойыппын. Духовкам әлі 2 минутта бар екен. Қазір 40 минут кеткенде не қыламыз, салатын боламыз, иә. Енді осының арасына күнжіт себеміз. Мына күнжіттен алып, бір 2 қасық арасына былай сеуіп шығыңыздар. Сонда мынауыңыз әдемі пісетін болады. Күнжітіңіз осы духовкаде жаңа қуырылған сияқты дәм береді. Өте керемет болады. Жаңа неде нанмен араластырып өсіп сеуіп шығасыздар. Күнжітіңізді қуырылады және наныңызды пісетін болады. Арасында осы күнжіт қосылған нан өте дәм береді. 41 кетті, жаңа 50-ге қойдық, 9 минут болды. Іші қызған шығар деп ойлаймын. Қазір ашып. Ашып, наны саламыз. Осылай саламыз. Енді тура болды, е? Енді екіншісін аламыз, онда астына салып қоя салам. Ана беті піскен кезде мына асты пісіп тұрады, ана бет пісіп тұрады. Екеуін қарап отыру керек. Негізі духовкаларыңызды қарап бақылап отырыңыздар. Міне достар, пісті, әдемі болып, міне көрдіңіздер ме? Үгітіліп тұр, прям ыстық, бірақ енді өзіне өзі. Осы қазір ыстық кезінде осылай үгітіп алғандарыңыз дұрыс болады. Қамырдан шыққан құмырсқа илеу тортымыз дайын, пісіріп, бір несі 10-15 минутта пісті. Біріншісі 15 минутта пісті, екіншісі 10 минутта пісті. Уже енді мына екінші немізді саламыз жаңағы. Жаңғағымызды дәмді болу үшін мен бәрін қосып қоя берем.
қосып дайындадым. Енді осыны жақсылап араластырып жіберейін. Үгітіліп әдемі болып шықты. Енді бізге қалғаны сгущенка қосамыз. Мен қазір сгущенканы барлығын толықтай салмаймын. Өйткені мынау суығаннан кейін жартысын холодильникке салып қоямын. Кейін өзіміз керек кезде жеу үшін. Мен тек қана қазір өзімізге жейтін ғана шамалын соны көрсететін боламын. Өзімізге қазір шай ішуге соны көрсетейін деп жатырмын. Мына әбден жаңағы дұрыстап араластырайық. Арасында міне күнжіті бар, жаңғағы бар, және нанымыз жаңағы қамырдан жасалған дайын нанымыз бар. Енді осыны мына ыдысқа саламын. Деп осы ыдысқа саламыз. Тек жеуге ғана. Қазір шайға ішуге осы бізге жетіп қалар деп ойлаймын енді осы. Бұны бұлай қойып қоямыз. Енді мынау қазір жылы болып тұр ғой, ыстық болып тұр ғой. Енді осыған мынандай сары май саламын. Мына жерде 30 граммдай сары май бар. Егер көбірек жаңа жерде тойға или туған күн или мерекеге болатын болса, сары майды осылай көбірек қосқандарыңыз дұрыс. Сонда жұмсақ әдемі болады да. Сосын мына сгущенкамызды қосамыз. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Міне қостық. Енді жақсылап сары маймен бірге сгущенканы араластырамыз. Сгущенка аз болса, көбірек қосасыздар. Мен енді қазір мынаны араластырып болайын. Содан кейін біле жатармыз. Азы, кемі дегендей. Кішкене тағы да қосып жіберейін. Кішкене шамал. Бисмилла. Міне. Арасына сгущенка батып, тұратындай етіп, араластырып алыңыздар, жақсылап тұрып. Қазір осыны тарелкаға салып, шаймен ішетін боламыз. Өзімізге жеке жаңағы шай ішуге осылай дайындап қойдым. Кетеге салып, нығыздап, осылай төңкеріп дайындап қойдым. Міне қараңыздар, бүгінгі мерекеміз құтты болсын. Сіздер маған лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін сіздерге алғыс ретінде Алла разы болсын деп айтамын. Міне сіздерге ұнайды, өте дәмді, әрі тез және оңай.